Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лечо салатын жасайтын боламыз. Бізге қызанақ, тәтті бұрыш, пияз, сәбіз, лавр жапырақтары және бұрыш қажет болады. Мен алдын ала барлығын турап дайындап алдым. Тәтті бұрышты өз қалауларыңызбен турасаңыздар болады. Ірі қылып, ұсақ қылып. Ең алдымен қызанағымызды салып қайнатамыз. Міне қызанағымыз қайнады, оның үстіне сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минут қайнатамыз. Сонан соң пияз, лавр жапырақтарын, бұрышты, тұз және қант саламыз. Май құйып, тәтті бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қайнаған соң баяу отқа қойып, 20 минут қайнатамыз. Дайын болуға 5 минут қалғанда 50 мг уксус құямыз, 9%. Дайын болғанша банкымызды дайындап стерилизовать етеміз. 20 минут өтті, салатымыз дайын. Дайындап қойған банкілерімізге салатымызды саламыз. Міне осылай жақсылап толтырып, қақпағын жабамыз. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Менде осынша банка шықты. Салатымызды дайын болғаннан кейін жылы көрпеге төмен қаратып, бір түнге сақтаймыз. Суығанша бетін жақсылап жабамыз. Соңына дейін видеоны қарасаңыздар, маған комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.